Сирия соғысының соңы қашан? Жетісулық Жанардың соңғы 6 жылдағы жауабы жоқ, жалғыз әрі ауыр сұрағы осы болды. Жолдасы дінге бет бұрғанда жаман әдеттерден тыйылады деп қуаныпты. Бірақ жетіген атанасы азан шақырып қойған атын бірақ түнде Абдуллах деп ауыстырып, айналасынан мін іздеуге көшкен. Күйеуім көбіне әке-шешесімен сол дін жағынан ұрсып қалатын. Сен неге қысқа балақ киесің, неге сақал қоясың деп атамыз сөйтіп. Ата-анасы қабылдаған жоқ. Түнімен солармен сөйлесіп отыру арқылы, видеороликтарын көру арқылы джихад жайлы сондай оның ойы тура болмай, сол Сирияға кеткісі келіп тұр. Дін адам санасына ықпал ететін күш. Бұны жақсы білетін деструктивті күштер медиа студияларына қаржы қойып, радикалды идеяларын таратуда түрлі тактиканы пайдалануда. Жанардың жолдасы жетіген де сол тұзаққа түсіп қалды. Экстремистік идея көбелек сияқты алдымен санасында жұмыртқалады, өзегіне түсіп құртқа айналды, ойын кеміріп 2014 жылы елден алып кетті. Бастапқы кезеңдерде тек қана ақпараттар ғана емес, біздің осы салат мамандарында тапшы болған жоққа шығара алмаймыз. Деструктивті ағымға түсіп қалмауда 3 негізгі құралы болатын болса, оның бірі сын тұрғысынан ойлау, екіншісі әрине медиа сауаттылық, не деп айтар едім. Қызуқандылықпен, ашумен, жат ағымдармен кетіп қалады сол жаққа. Мұсылмандарға жәрдем береміз дейді, но уже ар жаққа барып, кіріп кеткеннен кейін барып түсініп тұрышты, олар жаңылысты. Әскери дайындық етіп, келді қорқып. Біздің жақта отырған кезде атыс болып жатқанын естідік, бомбежканы көрдік. Жетіген 1 жылға жетер-жетпес уақытта мерт болды. Артында қалған отбасы аш-жалаңаш, қан сасыған далада тентіреп қалды. Қолына түскенді талға жау етіп, окоптарда жан сақтауды үйренді. Осы елді күпірге шығарып, осы елде қалып кетсе, әйелі мен бала-шағаның кәпірлердің арасында қалды. Біз сондықтан алып кетеміз дейді. Бұны улайды. Негізі бақытты еліміз ғой, осыны түсінбей жатыр ғой. Бірінші дініміз, екінші дәстүріміз, үшінші тіліміз, төртінші тарихымыз, бесінші жеріміз ғой. Осыған махаббат қойған адам болса, ол нағыз мұсылман болады. Дін мен дәстүрді бергістаған. Ол адам ешкімнің жетегіне кетпейді. Осының бір жеріне кемшілік болса, ол кете береді. Жанар тірі қалу үшін өзбек азаматы Абу Мұхаммад дегенмен некелесуге мәжбүр болған. Кейін Даиш жеңіліп, күші құлдырағанда әлгі азамат жерлесіміздің босқындар лагеріне жетуіне ықпалдасыпты. Қазір 34 жастағы келіншек елге оралды. 5 баласының тәрбиесімен үйде отыр. Жастарға айтарым, біздің қателіктерімізді қайталамаңыздар деп айтамын. Ақындарымыз бар, батырларымыз бар, солардың өмір баянын айтқанды жақсы көремін. Елге деген сүйіспеншілік оянады. Тарихты білген сайын, әдебиетті білген сайын, балада өзінің еліне деген, жеріне деген сүйіспеншілігі ояна бастайды. Жалпы Шам жеріне орталық Азия мемлекеттерінен барған әйелдерге қарағанда, жерлестеріміздің көбінде диплом болған. Бәрі бірдей әлеуметтік аз қорғалған топтан шыққан деп те кесіп айтуға келмейді. Дені жолдастарына сеніп, еріп, деструктивті діни ағымдардың арбауына түскен. Мамандар бұл дерттің диагнозы сауатсыздық дейді. Емі білім, ілім. Қазір Жанарды теологтар қорқытып емес, оқытып оңалтуда.